Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Так, мына бүгінгі сделкалар евро-британец бойынша кеше ашылған сделка негізі. Бүгін стоппен жабылды, $17 прибыль берді. Так, қазір бұл сделка туралы қазір айтамын. Одан кейін екінші сделка британец, доллар британец. Осыдан бағана позицияға кірген болатын таңертең. Сол мына жерден төменгі жақта кірдім. Енді қарап тұрсақ, кеше болғанда 3 күн бойы төмен қарай түскен. Бұның деңгейі бір айлық графикіне мына жерде так, мына қай кездегі қаңтар айындағы 2019 жыл дейді, қыркүйек айы ғой деймін, 2019 қыркүйек айы. Одан кейін мына бір жерде 2017 жылға мына екі деңгей. Осы деңгейге келдім, но енді алыстан болған протест дегеніміз осы. Осыған келіп соққаннан кейін осы деңгейде мен жоғары қарай позицияға кірген болатын. Міне осы сызылып тұрған деңгей, осы деңгейден жоғары қарай позицияға кірген. Так, енді бұл маған $160, $0.22 лотпен кірдім. Так, қанша пункт көрдім мен? 73-те кірдім. 800-де почти жабылды. Так, 800-де жабылды. Ол бір, почти 800 пункт дейікші, 750 ма сондай пункт. Содан $160 прибыль берді. Так, бұл екі сделка, бүгінгі екі сделка, общий $175. Енді $175 болғанда, мынау не? Так, кеше ашылған сделка. Енді мынарда евро-британец мен кеше жоғары қарай көтерілген, тоқтаусыз үстіге қарай көтерілген болатын. Міне мына жерден қарасақ, тек қана үстіге қарай жүре берген. Осы жерде мен позицияға кірген болатын. Астыға қарай осы енді пик осы шығар, осыдан кері кететін шығар деп осы жерде позицияға кірген. Негізі мынандай жағдайлар, осы трейдерлардың аурулары, тоқтаусыз үстіге қарай көтерілген бағаны қазір бұрылып кетеді ау деп қайта астыға қарай сатылып көбі осындайдан ұшып жатады негізі. Өзінде талай депозиттен айырылған болатын, почти жарты депозиттен айырылған кездерім болған. Қайта үстіге қарай кете бергеннен кейін қайта позицияға кіріп, ондай кездер менде де болған. Енді мына жерде неге мен позицияға кірдім? Міне мына бұл так сәуір айындағы, 4 сәуір дейді, 21 жылға осы деңгейден төмен қарай позицияға кірген. Мынау енді алыстан болған ретест. Енді міне мына бір максимумдар. Енді мына максимумдарға бара қоймайтын шығар, мүмкін осы основной деңгей негізі мынау. Өйткені мына қалған 3-4 бар, осы максимумге жасалған жалғансынама болып табылады. Сол баға үстіге қарай тоқтаусыз көтерілді. Енді мына жерде бұндай жағдайларда негізі кейбіреулер объемдарды қарап жатады. Мен бір объемды қарадым. Тоқтаусыз жүрген қозғалыс, например, бірыңғай жоғары қарай. И объемдарды қарайсыз. Егер де каждый раз объем, мына жердегі мыналардың объемына қарағанда каждый раз объем азая бастаса, демек о жерде енді сұраныс ақырындап азая жатыр деген сөз. Көп қолданбаймын негізі объемды, бірақ міне мынада көп тұрғандай, міне мына жерден көтерілген ғой. Үстіге қарай көтерілген, и осыдан бастап объем түсе бастады. Яғни мына бір сауда құралына оборот азая бастады. Оборот азая бастағанымен, баға үстіге қарай көтеріле берген. Демек, бұл уже өзінің пик дейді, шынына жақындап қалды. Осы жерде разворот болу керек болған. Сол кезде мына бір сделкаға кірдім. Кеше естеріңізде болса, мен таңертең ерте позицияға кіріп, британец японский иена қойдым. Содан $79 ма прибыль алған болатын. Сол қалған күндіз күні бойы сделкаларға кіріп, сол прибыльдің бәрінен негізі айырылып қалдым. Міне мынада қарасақ, бәрінен емес, так міне доллар японский иенадан -$11, одан кейін мына бір мұнай бойынша позицияларға кіргім, 3 рет мені стоппен лақтырып жіберді. Так нарада $30 ма? $37. Еще плюс мына бір 37, 47, $50 мен нарада жоғалтқан болатын. Бірақ оның 19-ын қайтарып алдым. Осы бренд бойынша тейкпен емес, қолмен жаба салдым. Содан кейін осы евро-британецқа кірген болатын, міне тоқтаусыз кетіп бара жатқан движениеға кірген болатын астыға қарай.
міне мына жерге келген кезде міне объем азайып жатыр. Осы жерде позицияға кірген. Бұл астыға кете ме деп ойлағам, жоқ, үстіге қарай кетіп қалды да мені жауып тастады. Негізі стоп біраз төмен болған, бірақ нарда резкий движение басталғаннан кейін стопты өзімше 150-ге дейін 87-150-ге дейін көтердім. Көтерген өзінде соны цеплять етті да. В общем, менің стопымды іліп алды да қайтадан кері кетіп қалды. 155-ке. 155-ке дейін барды да қайтадан бұрып кетті. Вот, одан кейін сол 155-ке келген кезде осы жерде тағы да дополнительно кірдім позицияға. Енді бұл одан ары бара қоймас, кері бұрылатын шығар деген ниетпен осы жерде позицияға кірдім, бірақ кері бұрылғанмен нарда қарап тұрсаңыздар, қазір де осы бағада тұр. Осы жерде ұзақ төмен қарай жібермей қойған болады. Негізі осындай тоқтаусыз үлкен қозғалыстан кейін егер де кері бағытта жібермей жатса, демек ол жерде мына движениені жасаған сатып алушылар әлі позицияда отыр деген сөз. Сондықтан мына бағадан төмен түспей қойғаннан кейін мен стопымды мына жақта 200-де тұрды қойдым. Қателеспесем 200-де тұрды қойдым. 87-де 200. Содан келдім былай безубытқа мына жерге тартып қойған болатын. Сол безубытқа тартып қойған жақсы болды. Осы жерден кері бұрылды да менің стопыммен жауып тастады. Негізі мына максимумдарды қарасақ, как раз таки хай 87-де 208-ге дейін барып келді. Еще бұның спреді бар, сонда 207, 210-ға дейін примерно барып келді бұл. Бәрібірде мені стоппен жабар еді. Егер стоппен жатқан кезде, онда мен арада тағы да бір $40 жоғалтар едім. Так, бұл енді бүгін таңертең жабылды стоппен. Одан кейін соңғы сделка міне британец доллар болған. Табыс берген сделка осы британец доллар. Так, жалпы осы енді былай көрсетейін, сіздерге осы аптада понедельниктен бері жасалған сделкалар. Так, бүгін 15-і, 13-нен бастап жасалған сделкалар бізде. В общем, міне 3 күннің ішінде $271 прибыль. Егер де қателік жасамай, жәнегі өзіңіздің сауда жоспарыңызға сүйеніп, план бойынша жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда табысты сделкалар өте көп болады. Көп сделкалар міне мынандайдан пайда болып жататын. Қайта-қайта минус берген кезде, кейде психология шыдамай, қайта-қайта позицияға кіріп жатады. Осындайлардан аулақ болсаңыздар, негізі табысты сделкалар жасауға болады. Мына жерде барлығы осы жерде қараған. Так, и одан кейін міне мынау сияқты. Міне мына бұл жерде және евро-британецті мысалы жоғарыға кетті ғой. Негізі артынан қуалай берген сайын негізі бағасы төмен қарай кете береді. Бірақ енді кешегі мына бір айлық графикті ашып, осыған ориентир жасап, примерно қай кез бұл 2021 сәуір айындағы деңгейден кері бұрылды. Бірақ қарап тұрсақ, қазір баға асты қарай алып кеткен жоқ, алып кетпеді. Демек, бұны одан да ары қарай баруы да мүмкін. Бұны қазір астыға саудалаудан енді асықпау керек. Егер бүгін алып кетпесе, онда ертең уже бұл қайттан жоғары қарай кетуі мүмкін. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.